Тәуелсіз Қазақстанның әскері қазіргі заманғы ұрыс техникасымен жабдықталған. Мемлекеттік қарулы күштерінің әскери қуатын нығайту, әскери қызметкерлердің әскери шеберлігін жетілдіру, ұлттық қауіпсіздік кепілдігінің басты факторларының бірі. Қарулы күштері қатарында қызмет етуге дайындық, әскери мамандықтарды оқып үйренуге, қарулы күштер мен әскерлердің барлық түрлерін, қарулар мен ұрыс техникасын білуді талап етеді. Қазіргі күні жастардың әскерге үлкен қызығушылық танытуы заңды құбылыс. Отанды қорғауға дайындала отырып, жастар игеруге тура келетін ұрыс техникасын, әскери мамандықтарды және Қазақстан Республикасының қарулы күштерінде қызмет етуге өзін қалай дайындау керектігін білуі міндетті. Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылымын одан әрі жетілдіру шаралары туралы 2003 жылғы 7 мамырдағы нөмірі 1085 жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің құрылымына мыналар кіреді. Соғыс уақытында қарулы күштерінің қызметіне жалпы басшылық ететін және оларды штаб бастықтарының комитеті арқылы басқаратын жоғарғы әскери саяси орган, жоғарғы бас басшылығы, басқару органдары, қарулы күштерінің түрлері, құрлық әскерлері, әуе қорғаныс күштері, әскери теңіз күштері, қарулы күштер әскерлерінің салалары, аэроұтқыр әскерлері, ракеталық әскерлер мен артиллерия, арнайы әскерлер, қарулы күштерінің тылы, әскери оқу орындары мен әскери ғылым мекемелері, ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі, республикалық ұлан, ішкі әскерлер басқа әскерлерге және әскери құрылымдарға кіреді. Біз сіздерменен Қазақстанның қарулы күштерінің кезекті жаттығуында болдық. Бұл жаттығу әдейілеп лаңкестікке қарсы күрес мәселесін шешу үшін дайындықты көрсетті. Қазіргі жағдайдағы болып жатқан төңіректегі қиыншылықтарды көріп отырмыз. Кешегі Өзбекстанда болған жағдай, Ауғанстан әлі тыныштанған жоқ. Иракта болып жатқан жағдай, дүние жүзін қарап отырғанда біздің қарулы күштеріміз, ішкі істер министрлігі және шекарашылар лаңкестікке қарсы күреске әр уақытта дайын болу керек. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, Қазақстан қарулы күштері өзінің құрылымын аяқтап, машықтандыру жүйесіне көшті. Енді қарулы күштерді бүгінгі күннің талабына сай қару-жарақпен қамтамасыз ету мәселесі тұр. Бұл тәуелсіздігіміздің бір үлкен белесі мен белгісі. Қанша қиыншылық болса да біз Қазақстанның өз қарулы күштерін аяғынан тік тұрғызып, оқу орындарын іске қосып, өз халқымыздың арасынан жоғарғы білімді офицерлер дайындалып жатырмыз. Әскер болмаса, жаттыққан, өз жұмысын білетін біздің генералдар мен офицерлер болмаса, біздің тәуелсіздігімізге қауіп туған кезде оны қорғайтын күште болмайды. Сондықтан істеп жатқан жұмыс, халықтың, мемлекеттің бөліп жатқан қаражаты дұрыс орындалып жатқанын бүгінгі жаттығу көрсетеді. Соңғы 10 жыл ішінде жер шарының әртүрлі аудандарында қарулы дау жанжалдардың тұтынуы құрлық әскерлерінің маңызының жоғарылығын көрсетеді. Ракета, авиация кемелерінің көмек арқылы дұшпандардың шабуылын тойтаруға және оған шешуші соққы беруге болады. Бірақ құрлықтағы жауды толық түрде талқандауда құрлық әскерлері мен аэроұтқыр әскерлері шешуші рөл атқарады. Құрлық әскерлерінің құрамында бірнеше арнайы әскер түрлері мен құрамалар болады. Олар әртүрлі қаруларды және басқа да техникаларды үйлестіре қолданады. Әскер түрлеріне мотоатқыштар, танк және артиллерия әскерлері, ал арнайы әскерлерге инженерлік, химия, байланыс, радио және радиотехникалық, автомобильдік әскерлер және тағы басқалары жатады. Мотоатқыштар әскерлеріне мотоатқыштар бөлімшесі, бөлімдер және құрамалар жатады. Олар ұрыс құралдарының әр түрімен қаруланған және толық моторландырылған. Олардың бөлімшелері мен бөлімдері соғыста жаяу әскерлердің ұрыс машиналарымен, бронетранспортерлармен жабдықталады және ұрыс жүргізеді. Бұл оларды жылдам қозғалатын және маневрлік әскер түріне айналдырады. Сонымен бірге, мотоатқыштар әскерлері өз құрамында танкілердің үлкен бөлігін иемдеді. Бұл олардың соққы және атыс күшін арттырады. Жауынгерлер ату қаруымен қаруланады. Бөлімшелерде танкіге қарсы күрес жүргізетін тиімді құралдар, соның ішінде танкіге қарсы жіберілетін және басқарылатын реактивтік снарядтар болады. Қаруланған мотоатқыштар құрамалары бөлімдерінің құрамына түгелдей моторландырылған артиллериялық, инженерлік, химиялық, байланыс, автомобильдік және басқа бөлімшелер енген. Мотоатқыштар жаяу әскерлердің мұрагерлері, әскердің өте ежелгі түрі.
ғасырлар бойы оны дала падишасы, жаяу әскер анасы деп құрметпен атаған. Қазақстан жаяу әскерлері Ұлы Отан соғысында Мәскеу түбінде және Ленинград, Сталинград шайқастарында әскерлердің әскери батырлық салттарын Қазақстанның қарулы күштерінің мотатқыштар әскерлері құрметпен еске алады. Танк әскерлері салыстырмалы түрде жас әскер. Тарихы бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарынан басталады. Танк әскерлері құрлық әскерлерінің басты екпінді күші. Олар көбінесе ең басты маңызды міндеттерді орындау үшін қолданылады. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің танк бөлімдері мен құрамаларының қару-жарағында орта және жеңіл жүретін танкілер бар. Жоғары жылжымалы, сауытты қорғанысы, қазіргі заманға сай қару-жарағы, түнде көретін аспаптарының және су түбінде жүзуге арналған жабдықтарының болуы танкілердің қазіргі жағдайда ұрысқа тиімді құрал етеді. Сауытының өте мықты болуына байланысты, олар ядролық жарыстың зақымдаушы факторларына, өткір радиацияның, соққылы толқын мен зиянды сәулеленудің радиоактивтік зақымдарының әсеріне қарсы үлкен беріктікке ие болады. Жан-жақты дайындығы бар жастар жақсы танк әскері бола алады. Қазіргі заманғы қару-жарақ, мықты қозғалтқыш, күрделі жүйелер мен агрегаттар, жетілдірілген аспаптар мен көздеуіштер, бұлардың барлығын техниканы жақсы көретін және терең білімі барлар ғана игере алады. Артиллериялық бөлімшелер мен бөлімдердің болуы құрлық әскерлерін айтарлықтай күшейтті. Олар өз соққыларымен қысқа уақыттың ішінде қарсыластардың бөлімшелері мен бөлімдерін түгел жойып жіберуі мүмкін. Біздің армиямыздың артиллериялық бөлімдері мен бөлімшелерінің қару-жарағында артиллериялық зеңбіректерінің әр түрі мен калибрлері, реактивтік артиллерия және түрлі мақсатқа қарай снарядтар мен миналар болады. Құрлық әскерлерінің зеңбіректер, келте зеңбіректер, реактивті қондырғылар, танкіге қарсы қолданылатын зеңбіректер, минометтар және алыс қашықтыққа әрекет ететін танкіге қарсы қолданылатын басқармалы ракеталар болады. Барлық құралдардың моторландырылған, қысқа уақыт ішінде оқ атуға қабілетті, атыспен және қозғалыспен маневр жасай отырып, мотожаяу әскерлер мен танкілерге еріп жүреді. Ғылыми техникалық прогреске байланысты қазіргі жағдайда арнайы әскерлердің маңызы өлшеусіз өсті. Бұл бөлімшелер мен бөлімдер жас әскерлерден терең және жан-жақты білімді, дағдыны, тәртіптілікті, шыдамдылықты, тәжірибені жақсы дене дайындығын талап ететін қазіргі заманға сай техникамен жабдықталған. Арнайы әскерлер қарулы күштердің ұрыс әрекетін қамтамасыз ету мен оларға жүктелген міндеттерді шешу үшін тағайындалады. Бірде-бір әскери мәселе инженерлік қамтамасыз етусіз шешілмейді. Олар шабуылда әскерлердің жылжуын қамтамасыз етеді, жолдар мен көпірлерді салады, сулы тосқауылдардан өту құралдарын жабдықтайды, қарсыластардың бөгеттеріне өткел жасайды, минасыздандырады. Қорғаныс кезінде инженерлік әскерлер қорғаныстық шептерді және позицияларды тұрғызады, бөгеттер жасайды. Ядролық қарулардың және жаппай қырып жоятын басқа да құралдардың пайда болуына байланысты, мұндай қарулар қолданылған жағдайда әскерлерді қорғайтын шаралар қажет болады. Мұндай мәселелерді шешуде радиациялық, химиялық және биологиялық қорғау әскерлері маңызды рөл атқарады. Осыған байланысты олар арнайы машиналармен және аспаптармен жабдықталған бөлімдер мен бөлімшелерді емдеу үшін арнайы материалдармен қамтамасыз етілген. Байланыс әскерлері бөлімшелер мен бөлімдердің арасында берік және тұрақты байланыстың болуын, бейбіт кезде және соғыстың барлық түрінде ойдағыдай басқарылуын қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасы қарулы күштердің бөлімшелері мен бөлімдері жақын және алыс қашықтықта үздіксіз байланысты қамтамасыз ететін ғылым мен техниканың жаңа жетістіктеріне негізделіп құралған радио және радиорелейлі желілі құралдары пайдаланылады. Техникалық қамтамасыз ету бөлімдері мен бөлімшелері ракеталар мен соғыс жабдықтарын ұстап тұру және сақтау үшін әскерді қарумен, техникамен, соғыс құралдарымен және техникалық барлау, эвакуация, істен шыққан қару мен техникаға жөндеу жұмыстарын жүргізуге қажетті әскери техникалық мүлікпен қамтамасыз ету үшін тағайындалған. Құрлық әскерлерімен тығыз байланыста аэроұтқыр әскерлерінің бөлімдері мен бөлімшелері қолданылады.
Бізде десантшыларды қанатты жаяу әскер деп атайды. Ол әртүрлі ұрыс әрекеттерін жүргізуге, маңызды аудандар мен объектілерді басып алып, шабуыл жасап келе жатқан әскерлер келіп жеткенше ұстап тұруға, қарсыластарды қоршауда және жоюда көмектесуге, қарсыластардың штабтары мен тылды бөлімдерін жоюға арналған. Өз міндеттерін орындауда аэроұтқыр әскерлері жоюдың әртүрлі құралдарын, әртүрлі жаңа техниканы, қажетті қорларды иемденеді. Тасуға және аспаннан тастауға әскери тасымалдық авиацияның ұшақтары мен тік ұшақтары пайдаланылады. Қазақстанның әуе қорғаныс күштері мемлекеттің әуе шекарасын және қарсыластың соққысынан әскерлерді қорғайтын маңызды құрал болып табылады. Олардың құрамына әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері мен әскери әуе күштері кіреді. Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері тіпті бейбіт күндерде елдің әкімшілік және экономикалық орталықтарын, қарулы күштердің топтарын, жаудың әуе шабуылынан қорғауға жауапты әскери міндеттерді дереу орындауға қабілетті болуы керек. Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері қолайсыз ауа райында және қатты радиоэлектрондық кедергілерде алыстағы және жақындағы әртүрлі биіктіктегі нысаналарды жоятын, әуе шабуылын ескертетін қазіргі заманғы құралдармен мықты зениттік ракеталық, авиациялық және радиолокациялық техникамен жарақталған. Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері зениттік ракеталық әскерлерден, авиациядан, радиотехникалық және арнайы әскерлерден тұрады. Зениттік ракеталық әскерлер әртүрлі мақсаттағы ракеталық қондырғымен қаруланған. Зениттік ракеталар нысаны кез келген қашықтықта биікпен ұшу жылдамдығына, жылдың тәулігі мен мезгіліне, ауа райының жағдайына және радио кедергілерге қарамастан жойылады. Әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлері авиациясы барлық ауа райында қалыпты ұшатын жойғыш ұшақтармен, радиолокациялық құралдармен, дыбыстан жоғары жылдамдықты жетілдірілген қару-жарақпен жарақтаған. Радиотехникалық әскерлер әуе кеңістігін үздіксіз бақылап отырады. Жаудың нысаналарын, олардың координаттарын, жылдамдығын, ұшу бағытын анықтайды. Және зениттік ракеталық әскерлер мен авиация қарсыластың әскери әуе авиациясының негізін күшті ракеталық пулеметтік қару-жарақпен және жетілдірілген радиоэлектрондық қондырғылармен жабдықталған реактивтік дыбыстан жоғары авиация құрайды. Әскери әуе күштері майдандық, қашықтық және әскери транспорттық авиациядан тұрады. Әскери әуе авиациясы өз міндеттерін орындау үшін әртүрлі мақсаттағы ұшақтарды, жойғыш ұшақтарды, жойғыш бомбалаушылар, барлаушы және басқа да ұшақтарды, сондай-ақ тік ұшақтарды пайдаланады. Қазіргі заманға сай жарақталған әскери әуе авиациясы қарсыластың шабуыл құралдарын зақымдауға, жердегі әскерлерге қолдау көрсетуге, әуеде үстемдік ету үшін күресуге және басқа да біраз қиын мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Шекара қызметінің теңіз дивизиясы шекаралашыларымен бірге Қазақстан Республикасының Каспий теңізіндегі су мен шекаралас бөлігін қорғаудағы қиын қызметке жауапты. Оның басты міндеті елімізді агрессорлардың су шебінен жасайтын шабуылынан қорғау болып табылады. Шекара қызметінің теңіз дивизиясы қарудың жаңа түрлерімен толықтырылуда. Қазақстанның теңіз шекарасы сенімді түрде қорғалу үшін күн сайын қазақстандық теңізшілердің жауынгерлік шеберлігі ұшталып, қолдан келген мүмкіндіктер жасалуда. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің құрамында шекара әскерлері мен шекара қызметінің теңіз дивизиясы болады. Шекара әскерлерінің мемлекеттік шекараны әрдайым қырағы күзетіп, оны қорғауға және қарсыластың шабуылына тойтарыс беруге қабілеттілігі, шекарашы әскерлердің жоғарғы әскери шеберлігі, отанымыздың аумақтық бір тұстағын және қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Шекарашылардың қару-жарағында атыс қаруларының барлық түрі, танкіге қарсы құралдар және қазіргі заманға қажетті әскери техника, байланыс бақылау құралдары бар. Қазақстан Республикасы ұланының қатарында қызмет ету көптеген жастар үшін құрмет. Республикалық ұлан Қазақстан Республикасының президентіне тікелей бағынатын жеке әскери құрылым болып табылады. Ол аса маңызды мемлекеттік объектілерді қорғауға байланысты міндеттерді орындайды. Жоғарғы мемлекеттік деңгейдегі хаттамалық және салтанатты шерулерді қамтамасыз етуге, сондай-ақ төтенше жағдайларға, зардаптардан жоюға қатысады.
Әзірге республикамызда қылмыстық және басқа да құқық бұзушылар сақталып отырғанда, ішкі әскерлердің қажеттілігі маңызды болып қала береді. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің ішкі әскерлерді жеке тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, адам және азамат құқықтары мен еріктерінің қылмыстық және басқа да құқыққа қарсы озбырлықтан қорғауға арналған. Ішкі әскерлер жалпыға бірдей әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы заңның негізінде жинақталады. Қарулы күштердің әскердің барлық түрлері және арнайы әскерлер жоғарғы дәрежеде дайындалған, ұрысқа әрдайым дайын тұрады. Олардың жауынгерлік шеберлігі, жоспарлы жауынгерлік дайындық сабақтары мен әскердегі барлық оқу жаттығуларында жетілдіреді. Қазақстанда соғыстан кейінгі кезеңде әскери мамандарды Алматы жоғарғы шекара командалық училищесі, қазір кезеңде Қазақстан Республикалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери институты және Алматы жоғарғы жалпы әскери командалық училищесі дайындады. Аталған училищенің 500-ден астам офицер түлектері көрсеткен ерліктері мен батырлықтары үшін үкіметтің жоғарғы наградаларына ие болды. 3 офицерге Аграмовқа, Гущинға, Шахворостовқа кеңес одағы батыры атағы берілді. Бір 1994 жылы мамандардың жетіспеуіне байланысты Алматы жоғары жалпы әскери училищесі болып қайта құрылды. Осыған байланысты жаңа кафедралар өмірге келді. Байланыс, тыл, инженерлік әскерлер кафедралары. Училище 11 мамандық бойынша офицерлерді дайындай бастады. Атап айтқанда, мотоатқыштарды, танк әскерлерін, артиллеристерді, автомобильді жөндеу әскерлерін, азық-түлікпен қамтамасыз ету әскерлерін, жанар-жағармай қызмет офицерлерін, тәрбиешілерді, байланысшыларды, инженерлерді. 1997 жылдың 11 ақпанда Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен Алматы жоғарғы әскери училищесі Қазақстан Республикасының Қазақстан қорғаныс әскери академиясы болып қайта құрылды. Әскери академияның құрылуына байланысты республика қарулы күштері тарихында жаңа парақ ашылды. 1997 жылы алғаш рет жақсы ұйымдастырушылық қабілетке ие, әскери басқарудың құрылымы мен механизмін жақсы білетін білгілікті жоғары мамандар даярлау үшін командалық, штабтық, оперативтік, тактикалық, мотоатқыштар және танк әскерлері мамандығы бойынша тыңдаушылар қабылданды. 2002 жылы әскери академия құрлық әскерлерінің әскери институты мен ұлттық қорғаныс университетіне бөлінді. Біздің елімізде басқа да әскери оқу орындары бар. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің әскери институты, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің Петропавл жоғарғы әскери училищесі, әуе қорғаныс күштерінің әскери институты, әскери теңіз институты, радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ұлттық қарулы күштер академиясы.